Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, мен бүгін сіздерге қазақша сөйлесейік деген плейлисттің арнаның ашылғандығы туралы хабарлаймын. Қазақша сөйлесейік айдарымен біз қазақ тілін жаңа үйреніп жүрген көрермендерге қазақ тілі сабақтарын ұсынамыз. Бүгін бірінші сабағымыз амандасу, сәлемдесу тақырыбына арналады. Үлкендерге сәлем беру, үлкендердің сәлем алу кезінде қолданылатын сөздері туралы сіздерге ақпарат беретін боламыз. Үлкендермен сәлемдесуде ассалаумағалейкум, сәлем бердік деген сөздер қолданылады. Ал үлкендер сәлем алған кезде уағалейкум ассалам, бар бол, көп жаса деген сөздерді қолданады. Ассаламағалейкум, уағалейкум ассалам деген сөздерді негізінен ер адамдар бір-бірімен амандасқан кезде пайдаланады. Бірінші диалог. Ассаламағалейкум ата. Уағалейкум ассалам балам. Екінші диалог. Сәлем бердік ата. Бар бол қызым, көп жаса. Ресми сәлемдесу. Бірінші диалог. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Екінші диалог. Амансыз ба? Сәлеметсіз бе? Жастардың сәлемдесуі. Бірінші диалог. Сәлем Асқар. Сәлем Ақерке. Екінші диалог. Берік, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Үшінші диалог. Амансың ба Марат? Қалайсың Нұрбол? Сәлем түзелмей, әлем түзелмейді. Бұл ұсынылған жастардың өзара сәлемдесуінде қолданылатын сөздер. Құрметті қазақ тілін үйренуші көрермендер, бүгінгі сабағымызда біз сіздермен үлкендермен сәлемдесу, үлкендердің сәлем алуы, ресми сәлемдесу, жастардың өзара сәлемдесуі кезінде қолданылатын сөздерді ұсындық. Екінші сабақ қал жағдай сұрасу. Бірінші диалог. Ассаламағалейкум ата. Уағалейкум ассалам балам. Ата, қал жағдайыңыз қалай? Денсаулығыңыз жақсы ма? Шүкір балам, өздерің қалайсыңдар? Атаның аман ба? Үлкендер аман сау, сізге дұғай сәлем айтып жатыр. Сәлемет болсын. Екінші диалог. Сәлем бердік әже. Бар бол балам, қай баласың? Әже, Асқардың баласымын ғой, күйлі қуаттысыз ба? Шүкір балам, өздерің қалайсыңдар? Малжан аман ба? Жақсы әже. Ел жұрт аман есен, сізге сәлем берейін деп келдім. Көп жаса балам, өркенің өссін. Тапсырмалар. Бірінші тапсырма. Диалогты толықтырыңыз, жалғастырыңыз. Диалогта сүрілген сөздер берілген. Бірінші, екінші сабақта игерген сөздеріңізді осы диалогқа жазып толықтырыңыздар. Екінші тапсырма. Араласқан диалогты ажыратыңыз. Сіздерге екі диалог араластырылып берілген. Сол араластырылған диалогтарды өздеріңіз бөліп шығасыздар. Назарларыңызға рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.